Бәріңе сәлем достар. Сіздермен бірге Бенный групп және бұл фильм «Опасный друг». Эксцентрик миллионер үй жануары ретінде ит костюмын киіп алған адамды ұстайды. Это Франк, мой пес. Фильм жоғарғы аспаздық сахнадан басталады. Кристиан есімді ер адам ерген мұз етті қуырып, тағамды екіге бөліп, біреуін өзінің ыдысына әдемі жайылады. Ал екіншісі темір ыдысқа салынады. Оны еденге қойып, ит костюмын киіп алған адам Фрэнкті шақырады. Ол 4 аяғымен жорғалап келіп, еденде тамақтанады. Кешкі ас кезінде Тиндердің ішіне кіріп, Сигрет есімді әдемі қызды байқайды. Ер адам оған ақшасы бар екенін көрсетіп, супер лайк жібереді. Кейінірек ер адам терісін шешіп, тістерін тазалап жатқан Фрэнкті жуады. Төсекте жатып, Кристиан ұйықтайтын уақыт келді дейді. Ал ит мойынсұнушылықпен еденге көшеді. Бірақ ұйықтамас бұрын ер адам қызға сәлем жазады. Таңертең Кристиан таңғы ас ішіп, Фрэнкті ит тамағымен тамақтандырып, Сигретпен хат жазысып, азанғы гимнастикамен айналысады. Нәтижесінде қыз кездесуді ұсынады. Кристиан қатаң костюмдерді киіп кездесуге барады. Фрэнктен сыртқы келбеті туралы пікірін сұрауды ұмытпайды. Бірақ келісілген жерде жігіт ананас шырынының орнына нервін басу үшін сыра іше бастайды. Ол стаканды аяқтағаннан кейін ол ақырындап кетіп бара жатқанда спортивный шалбар киіп алған Сигрет келеді. Қыз сыраға тапсырыс беріп, жігітпен сөйлеседі. Кейде телефонға алаңдайды. Оның жеке мектепте психолог болып оқитыны анықталды. Әңгіме барасында кеш батады, және Кристиан оның үйіне баруды ұсынады. Сигрет келісе отырып, ол үлкен үйге және бай безендірілуіне таңғалады. Кристиан шарап ішуді ұсынады. Сонымен бірге үйде ит екеуі ғана тұратынын айтады. Осы уақытта Фрэнк оларға мұқият қарайды, бірақ басқа бөлмеден шықпайды. Кристиан қайтыс болған ата-анасынан мұра ретінде үй алғанын айтады. Әңгіме олардың сүйісуіне қарай апара жатыр. Өз кезегінде олар жастарды жатын бөлмесіне апарады. Онда Фрэнк оларды бақылап отыр. Таңертең оянған Сигрет өзін жануар сияқты ұстайтын ит костюмын киген еденде отырған адамды байқайды. Таңғы ас кезінде қыз Кристиан өзінің үй жануары деп айтқан Фрэнкті бақылап отырады. Оның психология туралы студенттік білімі бұндай затты шешу үшін жеткіліксіз деп кетіп қалады. Кристиан бәрін түсіндіруге тырысады, бірақ қызды оның басындағы тарақандар қорқытады. Ол үйіне апарып тастауын сұрайды. Жігіт келісіп, жол бойында Сигретпен бәрін бірден түсіндірмеген үшін кешірім сұрайды. Қыз үйіне барған кезде көршісіне өткен күн туралы айтады және Кристианның фотосуретін көрсетеді. Ол әкесін миллиондап жинаған ақшаларын мұра еткен бай екені анықталды. Досы Сигретті ер адамның ерсі қылықтары үшін мұндай перспективалы жігіттен бас тартуға болмайтындығын сендіреді. Олар күшіктің ойыны туралы бейнелерді бірге көреді. Бір адам өзін ит ретінде, ал екінші адам оның иесі ретінде көрсететін ойыны бар екені анық болып шығады. Қыз өзінің болашағын ойлап, Кристианға жазуға дайындалып жатқанда, бірақ ол оған бірінші болып қоңырау шалады. Кристиан бірден ештеңе айтпаған үшін тағы да кешірім сұрайды. Қыз заты ол миллионер деп ішінен айтып, онымен келесі күні кешкі асқа баруға келіседі. Таңертең оқуда алдағы жоспарлар Сигреттің басынан шықпайды. Кітаптардан даналыққа енуге кедергі келтіреді. Кешке олар Кристианмен қайта кездеседі. Қыз немен айналысып жатқанын түсіну үшін Фрэнки туралы әңгімені ақырын бастайды. Жігіттің айтуы бойынша Фрэнк оның ескі досы. Оның басқа ешкімі жоқ және өзін ит деп санауға шешім қабылдағанда Кристиан одан бас тарта алмады. Фрэнкті жақынырақ білу үшін қыз оны нағыз ит сияқты еркелетеді. Ол онымен тым табанды ойнауға тырысады. Бұл қонақты қорқытады. Кристиан дауысын көтеріп итті қуып жібереді. Кейінірек верандада отырып жігіт бала кезінен нағыз достары болмағанын мойындайды. Барлығы онымен сөйлесті, өйткені оның ең жақсы ойыншықтары қоры болды. Тек Фрэнк оның шынайы досы болғысы келді. Таңертең төсекте оянғанда Сигрет таңғы аспен кешегі мінез құлқы үшін Фрэнктен кешірім сұрайды. Қыз сабаққа кешігіп жатқанда жігіт оны мектепке апарады. Түскі үзіліс кезінде Сигрет көршісімен кездеседі. Ол досының бай адамды айналдырып алғанын біліп, бірден нұсқаулық береді. Оның жеке тұлға екенін көрсету, ол қалағандай қолжетімді емес екенін көрсету керек деп айтады. Кристианның үйіне оралғаннан кейін Сигрет өзін ондай емес етіп көрсетуге тырысады. Ол үйге қайтамын деп отырып, бірақ миллионердің сүйкімділігіне бой ұсынып және қайтадан төсекке жатып қалады. Ол Фрэнкке қалыпты әлеуметтенуге көмектесуге ұсынады, мысалы оған дос табу. Бұған жауап ретінде Кристиан қызды демалыс күндері саяжайға бірге баруға және қаладан демалуға шақырады. Сигрет қуанышпен келіседі. Келесі сахнада олар Фрэнкпен үшеуі бірге үйдің табалдырығын аттайды. Бір жерде шалғай ормандарда Кристиан қазір үйдің жатын бөлмесі жалғыз екенін хабарлаудың уақыты келді деп шешеді. Сондықтан ит олармен бірге ұйықтайды. Сигрет таң қалып, бірақ келіседі. Бірақ бұл жай ғана әзілдеген түрі. Түскі ас кезінде қыз көз алмай телефон шұқылап отырады. Бұл иесіне онша ұнамайды.
және Кристиан демалыс күндері сандық детокс ұйымдастыруды және ұялы телефондарында 2 күнге жасыруды ұсынады. Қонақ келісіп, телефонын қорапқа салады. Жігіт қызға қайда екенін айтпай үйдің бір жеріне жасырып қояды. Кешке Кристиан диванда шарап ішіп жатқанда қыз Фрэнкпен бірге ойнай бастайды. Қыздың назары соңында жігітке ауысады. Жан сұраныстарын қанағаттандыру үшін Кристиан екінші бөтелке шарапқа кетеді. Осы кезде Фрэнк ит маскасын бетінен тартып, сигаретке адам даусымен Кристианның қауіпті екенін және оған қашу керек екенін ескертеді. Барлық романтикалық көңіл-күй жоғалып кетті. Ал қыз шаршаған және ұйқысы келетінін айтады. Таңертең оянғаннан кейін ол бірінші кезекте бірінші қабатқа жасырынып кіреді, бірақ алдыңғы есік құлыптаулы. Сигарет жақын жерде ілулі тұрған курткалардың қалталарын ақтарады, бірақ оянған Кристиан пайда болады. Ол не істеп жатқанын қызығушылық танытады. Қыздың айтуынша ол таза ауамен демалғысы келді, ал есік құлыптаулы. Жігіт оны сыртқа шығарып салады. Ол әрқашан түнде есігін құлыптайтынын мойындады. Сигарет одан күн сайын таңертең оятудың қажеті болмас үшін үй кілттерінің екінші жиынтығын беруін сұрайды. Бірақ Кристианның бір ғана данасы бар. Күйзелістен қыз таңғы асқа жүрегі айнып құсып жібереді. Ол ештеңе жемейді. Сигарет жігіттен анасына қоңырау шалу үшін телефонды қайтаруды сұрайды. Кристиан келісіп және телефонды алып келеді, бірақ өзі кетпейді. Сигарет қоңырау шалу үшін анасының нөмірін теруі керек. Ол бәрі жақсы дейді. Әңгімелесуден кейін жігіт оны телефонға зависимость бар деп кінәлайды және ол құрылғыны қайтадан тығып қояды. Сигарет Кристиан түскі астан кейін не істейтінін ойластырып жатқанда Фрэнкке серуендеуді ұсынады. Ал серуендеу кезінде ол иттен не болғанын сұрайды. Фрэнк үй иесі тыңдап отыр деп қорқып, бірақ сонда да оның психопат екенін айтады. Одан қашып кету оңай емес. Содан соң ол ұйықтап жатқанда оған жабылып өлтіріп тастау керек деп айтады. Қыз бас тартады, бірақ үйге оралып, сәтті пайдаланып ас үй пышағын жастықтың астына жасырып қояды. Сәл болмағанда Кристианға ұсталып қала жаздайды. Ол постельді ауыстырғысы келеді. Қыз пышақты тауып алады деп қорқып, бұл жауапкершілікті өз мойнына алуды шешеді. Жігіт мұндай идеяға разы емес, бірақ көндіруге көнеді. Жүйкесі жұқарған қыз душ қабылдап жатқанда Кристиан есік тағып, олар серьезно сөйлесу керек екенін айтады. Ол оны жатын бөлмесінде күтеді. Онда ол байсалды және наразы жүзбен постельмен не болғанын сұрайды. Қыз соңғысына дейін бәрін жоққа шығарады. Ал Кристиан постель дұрыстап жабылмаған айтады, бірақ ол әзілдеген түрі. Бірақ Сигарет мүлдем күлмейді. Кенеттен жігітке либидо ойнап қызды сүюге кіріседі. Алайда қыз қазір оған дайын емес. Ол Кристианды құлап қалатындай қылып итеріп жібереді. Жігіт үнсіз көтеріліп, ас үйге кетіп қалады. Кешкі ас кезінде олар үнсіз тамақтанады. Қыздың ұйқысы келген кезде жатын бөлмесіне көтерілгісі келіп бара жатқанда, бірақ аяғын ұстай алмай есінен танып қала жаздайды. Бірақ жігіт оны ұстап үлгереді. Таң атқанда оянып, қыз қолын жастықтың астына салғанда жасырып қойған пышақтың жоқ екенін көреді. Кристиан да оянып, оның соңынан еруді бұйырады. Ол бірдеңені көрсеткісі келеді. Жігіт өзін салқын ұстайды және олар бұл оңаша үйге не үшін келгенін біледі ме деп қыздан сұрайды. Содан кейін Кристиан Фрэнк қызды оған шабуыл жасауға көндіретін әңгіме жазбасын қосады. Бірден қораптан жастықтың астына тығып қойған пышақты алады. Мен қатты көңілім қалды, дейді Кристиан. Ол оны Фрэнк торда жатқан артқы бөлмеге апарады. Кристиан әңгіменің жазбасы оған керек емес және Фрэнк оған адал ит екенін және келіскеннен кейін сразу келіп бәрін айтып бергенін мойындайды. Құлыпты тордан алып тастағаннан кейін Кристиан үй жануарларының маскасын шешіп, оны еркелете бастайды. Бірақ Фрэнк кенеттен иесінің қолын тістеп алады. Тордан шығып, ит Кристианға шабуыл жасайды. Бірақ Кристиан бәрібір күресте жеңіске жетеді және сәл болмағанда өлтіре жаздайды. Бұл дүрбелеңді пайдаланып Сигарет үйдің кілтін ұстап алады да қашып кетеді. Кристиан оның қашып кеткенін байқаған кезде ол ашуланып Фрэнкті қораға қарға баумен сүйреп апарады. Онда психопат оны азаптай бастайды. Оның аузына кляп салып, көзін маскамен жауып және құлағына наушник кигізіп, үстіне су құйып, содан кейін салафан пакетін басына кигізіп, Фрэнк ауаның жетіспеушілігінен есін жоғалтқан кезде бірақ шешеді. Содан кейін садист оны торға кіргізіп, ал бүйірлеріне шу шығаратын қуатты динамиктер қояды. Өзіне шумоподавляющий құлақ қаптарын киіп, музыканы қатты қылып қойып қояды. Содан кейін бейсбол битасын ұстап алып, ер адамды онымен Фрэнкті қорқытып, жақсы ит сияқты үргізеді. Бірақ оған бұның өзі жеткіліксіз. Иттің сеткасынан шығарып, маньяк оны алдына отырғызып, бұтын шешіп, жалаңаш артынан ұра бастайды. Осы кезде Сигарет оның орманынан шыға алмайтынын түсініп, қолына ағаш ұстап үйге оралады. Ол сарайдың шуын естиді және Кристиан Фрэнкті қинап жатқанын көріп, ештеңе естімейтінін пайдаланып, қыз оған жасырынып барып ағашпен ұрады. Кристиан ханның арасында жатқанда Сигарет Фрэнкті көтеріп оны алып кеткісі келеді. Бірақ миллионер садист бір соққыдан нокаутқа түспеді.
Ол өзінің битасын алып бірден қыздың басынан ұрады. Сигрид есі түссіз құлаған кезде Кристиан еденге жақын жерге түсіп қатты жылай бастайды. Келесі көріністе Кристиан тағы да таңғы асты дайындайды. Ол ыдысқа жем құйып, кіреберістегі сеткаға түсіп, тамақтың ішіне түкіріп, тұрды ашып, ыдысты ішіне қояды. Команданы күткеннен кейін Фрэнк жей бастайды. Кристиан басқа ыдыспен сарайға барады. Онда ит костюмын киіп алған Сигрид отыр. Қыз Кристианға мойынсұнушылығын және алдарлығын көрсетеді. Ол жақын арада оған үйде ұйықтауға рұқсат беретінін, содан кейін ас үйге оралатынын хабарлайды. Ол басқа ыдысты тамақпен толтырып